Атырау облысының 2025 жылға дейінгі әлеуметтік экономикалық дамуының кешенді жоспарының жобасын талқылаумен жүзеге асыруға қатысты жиын өтті. Аймақ басшысы Махамбет Осмағамбетовтің төрағалығымен өткен кеңеске облыстық, қалалық және аудандық мәслихаттың депутаттары, сондай-ақ облыстық қоғамдық кеңестің өкілдері қатысты. Облыс әкімі жуырда өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына қатысты онлайн форматта өткен кеңесте мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың нақты 7 бағыт бойынша тапсырмалар бергенін атап өтті. Сондай-ақ Атырау облысының ел экономикасындағы маңызды рөліне тоқталды. Алдағы 5 жылда өңірімізге 9,6 триллион теңге инвестиция тарту көзделіп отыр. 8,6 триллион теңгесі жеке инвестиция болады деп жоспарлап отырмыз. Бұдан бөлек республикалық бюджеттен 100 миллиард теңгеден астам, жергілікті бюджеттен 100 миллиард теңгенің үстінде қаражат қарастырылады. Инженерлік және көлік инфрақұрылым саласында 600 шақырымнан астам жолды жөндеумен қайта жаңғырту жоспарлануда. 16 медициналық нысан салынады. Тұтастай алғанда, алдағы 5 жылда 3,5 миллион шаршы метрден астам тұрғын үйді пайдалануға беру көзделген. Облыс әкімінің айтуынша кешенді жоспар өнеркәсіп, шағын және орта бизнесті, агроөнеркәсіп кешенін, туризм саласын дамытуға серпін береді. Энергетика және экология саласындағы қордаланған мәселелер шешуге ықпал етеді. Өңірдегі өзекті деген проблемалар алдағы жылдары түбегейлі шешіліп, халықтың әл-ауқаты артады. Атап айтқанда, алдағы 5 жылда өңірге 9,6 триллион теңге инвестиция тартылмақ. 125 шақырым жолды қайта жаңғыртып, 600 шақырымнан астамын жөндеу жоспарлануда. 16 медициналық нысан, 4 спорттық кешен мен дарынды спортшы балаларға арналған мектеп-интернат салынбақ. Тек қана Атырау облысында дарынды балаларға арналған спорт мектебі жоқ. Мен көптеген өңірлерді аралап келген. Сол себептен де осы мәселе қазір заманауи түрде дарынды балаларға арналған спорт мектебін салуды құрметті Махамбет Жолдасбайұлы сіз көтеріп президент қолдағанына бүкіл спортшылар риза болып отыр. Себебі ол жерде әртүрлі тек қана психологиялық, физиологиялық көмек көрсетілмейді. Ол жерде кешенді түрде ертеңгі күн осы жерден олимпиадалық, әлемдік додаларда жақсы өнер көрсететін спортшыларымыз шығуына бірден бір себепші болады.